Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай обертка для чупа-чупса жасайтын боламыз. Қазақи нақышта өте әдемі деп ойлаймын. Мына жерге шаблондардың бәрін біріктіріп, бір бетке шығарып жатырмын. Себебі маған мынандай көрсету үшін, демонстрация үшін қажетті. Ал негізі телеграм-каналда осының шаблондары, мысалға ұлдікі бөлек, қыздікі бөлек болып тұрады. Барлық шаблондар біздің телеграм-каналда бар. Каналға қосылыңыз келсе, міндетті түрде YouTube каналға подписка жасап, осы видеоның астындағы описаниедегі WhatsApp номерге хабарласыңыз. Немесе Telegram тастап кетем, соған ссылкасына өтсеңіз болады. Мінекей осылай екеуін бөліп қиып тастайсыз. Асты не үшін деп сұрасаңыз, просто парасын жоғалтып алмас үшін солай екеуін біріктіріп қойған негізі. Осылай міне бөліп қиып тастайсыз, содан кейін барлығын бөлек-бөлек қиып шығасыз. Мінекей алып, бөлек-бөлек қиып тастайсыз. Мінекей осылай стикер сияқты қиыңыз, сол жерде өте әдемі болады. Әрбір деталін қиып отырмайсыз. Бір жағынан әдемі де олай. Міне мына тесігін қазір канцелярский ножбен тесіп, содан кейін кішкентай қайшымен аккуратно қиып шығамын. Сізді солай қиып шықсаңыз болады. Мінекей осында екі кольцо шығады. Бір-біріне осылай жабыстырасыз, ішіне чупа-чупс саласыз. Міне кішкентай чупа-чупс келеді. Егер чупа-чупсыңыз үлкен болып жатса, шамалы үстіге қарай қызылынан қиып жіберуіңізге болады. Қазір көрсетемін. Міне мынаны осылай клейлейміз қазір. Ал міне осындай сәл үлкендеу чупа-чупс болса, мына атқа қарай шамалы үстіге қарай қиып, мына жерін келістіріп қойсаңыз болады. Осы жерін мінекей қисаңыз, дәлме-дәл сыйып кетеді. Осылай керіттіріп, содан кейін екінші жағына да клейлеп қоясыз. Сонымен сіздің чупа-чупс дайын болады. Міне клейлеймін, обычный карандаш клеймен және жабыстырамын. Мінекей болдық, чупа-чупсымыз дайын. Дәл осылай сіз де жасап шықсаңыз болады. Қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыз.